Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне арналған тойбастарларды жасаймыз. Шаблондарды 210 грамм қалыңдықтағы фото қағазға шығарып аламыз. Одан кейін киіз үйді контур бойымен қиып шығамыз. Қиылған соң тойбастардың түрі осындай болады. Сызғыш және крючок көмегімен шаблонды бүгетін жерді белгілейміз. Шаблонды ішке қарай қайырамыз. Бұл шаблонды тек Наурыз мерекесіне ғана емес, ашық сабақ, құдалық, қоныс тойға да қолданса болады. Дыракол мен тесік жасалған соң, лента өткізіп байлаймыз. Міне киіз үйде дайын, жиналу жолы өте оңай. Келесі шаблонды да контур бойымен қиып шығамыз. Егер де канцеляр пышағын қолданатын болсаңыз, үстел үстін қорғау үшін осындай кілемше немесе тақтайша қойыңыз. Төменгі сызықтар мен тікесінен тұрған сызықтар бойымен беговка жасаймыз. Беговка дегеніміз қағаз бетіне осындай сызықтар жасап, бүгуді жеңілдететін процесс. Ары қарай шаблонды беттестіріп жинаймыз. Түбін және жанын желім көмегімен жабыстырамыз. Көлемі рачки кәмпитіндей 6-7 кәмпит сияды екен. Кәмпит салған соң, екі қабырғасының ұш жағын ғана жабыстырып жабамыз. Ең соңында шаблонның бас жағын беттестіріп жабыстырамыз. Видео сізге пайдалы болса, мені қолдау ретінде каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басыңыз. Келе жатқан Наурыз мерекесі баршаңызға құтты болсын.